Қадірлі сайыскерлер, бүгін біз сіздермен кітаппен өткен жаз қызығатты ғажайып алаң ойынын ойнамақ. Ойынның шартын білесіздер, барабанды айналдырып, жасырылған сөзді әріп бойынша табуларың керек. Енді бұл ойынды бастамас бұрын біз бұл жерге қатысатын адамды таңдап алуымыз керек. Ол үшін бірінші турдың сайыскерді, қатысатын сайыскерді таңдау үшін мен сендерге мақал жасырамын, 2 мақал. Соның жалғастырасыздар, Өнер алды жалғасы. Өнер алды, кәні білесіздер ме? Қызыл тіл екен, ал. Оттан да мақал. Дұрыс, бірінші турдікі. Келесіне, әдепті бала, арлы бала. Әдепсіз бала, қандай бала дейді, әдепсіз бала? Арсыз бала дейді. Жарайды онда, енді не қылсақ, бірінші есіміңді айтшы өш? Елдана. Екіншіге мен өзім выбирать етейін бұл жерден. Сені выбирать етейін, есімің кім? Ұлжан, Ұлжан екен, ал. Бірінші турды бастаймыз. Нұрлы үмітпен арқалаған арқаға, жан сәулесін тарататын баршаға, шын пейілмен құрметіміз көрсетіп, сайыскерлерді шақырайық ортаға. Екеуің мына жерге тұрыңдар. Бірінші, екінші, Бірінші айналымның сұрағы бұл қасқыр мен 7 лақ ертегісіндегі 7-ші лақ қай жерге тығылды? Ал, мынаны айналды. Біреуің айналдырасың. 40 ұпай алдың, енді әріпті табуыңа болады. Міне, 3 әріптен тұрады екен. Әріпті айт өзің. Білесің ба ол ертегі? Бір әріпті айтсай өзің білетін бір әріп. А әріпі ма? Бұл жерде А әріпі жоқ екен, Онда келесі сен айналды. Мүмкіндік дейді, мүмкіндік. Бұл мүмкіндік деген, мына жердегі бір әріпті өзің ашуыңа болады. Нешінші әріпті ашуға болады? Ашқың келеді. Екінші ма? Екінші әріпті қазір алады. Екінші әріп бұл Е екен, Е. Ал келесінен айналдыр. 100 дейді. Әріпті айт. Қай жерге тығылды? Лақ қайда тығылып қалды? Соны білесің ме? Есіне түсірші. 7 лақ қай жерге тығылып қалды? Пеш. Міне уже тапты. Құттықтаймыз. Турдың жеңімпазы бұл бізде Елдана екен. Финалға өттің. Ал біз Ұлжанға құттықтап, оның неге қатысқаның үшін, міне саған сыйлығымыз. Көрермен болып, қазір бізде көріп тұруыңа болады. Бірінші айналымды өттік. Екінші айналым білімнің ұшқырлығын танытатын ғажайып алаңда сайыскер жаңылмағың. Уақыт деген зымырап өтіп кетер, асып, асықпа, қалыспағың. Екінші турдың сайыскерін таңдау үшін мен жұмбақ жасырайын, соны шешіңіздер. Қабат қаптама, ақылың болса аттама. Ал енді сылдыр сүйіп су емес, ішсен шөлің қанады. Ақ болса да қар емес, шешуін кім табады? Сүт. Сүт. Ал, екі сайыскерді таңдадық, ал екеуің тұрыңдар. Мына жерге тұрасың. Екінші турдың сұрағы бұл қаншайымға ұйқы бермеген зат дейді. Бұл 6 әріптен тұрады екен. Өзің барабанды қозғал. 40 әріпті айтуыңа болады. Қандай әріп? Т әріпі бар ма бізде? Т әріпі жоқ екен. Келесің. Сен. Жел дейді. Қандай әріп? Қаншайымға ұйқы бермеген қандай? С әріпі бізде жоқ. Келесі. Ал. Р әріпі бар екен, ал. Р
да бар екен. Ал, келесі, тағы да айналdır. Қолдана сенің неғылар. 30. Қандай енді келесі әріп? Қаншайымға ұйқы бермеген не нәрсе екен? Бұршақ екен. О, молодец, тауып алды. Адина финалға шықты. Екінші турға қатысқаның үшін саған рахмет. Есін табу үшін, қатысатын адам табу үшін біз қазір тағы да жұмбақтардың жауабын табайық. Жайлаймын тау биігін, төріңдемін үйіңнің, күндіз не екен ол? Жайлаймын тау биігін, жаңа жылды тойласаң, төріңдемін үйіңнің дейді. Не нәрсе ол? Жаңа жылда не тұрады төрімізде? Елка тұрады. Қазір келесі. Күндіз дайым бірге жүрер өзіңмен дейді. Кешке жақын ғайып болар өзіңмен дейді. Әні? Нәрсе? Көлеңке. Дұрыс ал, сен қайтадан қатысасың ба келесі? Ал, үшінші турдың сұрағы, тазша бала қандай ертегіге жатады дейді. Кәні, нені не қылдық қой, 200 болды, я жаңа бір айтат етті. Енді әріпті айтыңыз. Қандай әріп? Қ? Қ дейді ал. Қ әріпін ашыңыздар. Қ әріпі бар екен. Тағы да әріпті айтам. Қандай әріп келесі әріп? Қ әріпі жоқ екен, келесі сен. Айналды. Әріп қыңдай? Қандай әріп деп ойлайсың? Тазша бала қандай ертегі? А дейді, ал. А әріпі бар ма бар? Бізде бар. А әріпі бұл жерде екеу екен. Екі әріпі. Тағы да әріпіңді айта ғой. Тағы қандай әріп бар? Ж. Ж әріпі де бар екен. Тағы да әріпіңді айта ғой. Д әріпі бұл жерде жоқ. Қандай әріп? Қандай әріп? И? Тағы екен, мені қараңдар. Қиялға жайып. Міне. Ал, енді келесі сұрағы бұл ертегінің жұмбақтың жауабын табасыздар. Жәндік көрдім аласа дейді. Түрі басқа тамаша. Ешбір жанға қосылмас. Жүреді өзі оңаша. Қасқыр аю жолбарыс ортаға алып қамаса дейді. Ал енді 5 әріптен тұрады екен. Сыйлықты аламыз ба? Ойыннан шығам дейсің ба онда? Сөйтеміз ба? Жарайды онда. Сыйлықты алайық. Қандай сыйлық бар екен? Міне. Қыз балаға әдемі болып жүрсін деп ойыншақ бар екен. Ал, онда екеуін қалдыңдар. Ал, екеуін тұрыңдар. Келесі сен айналды. Жүз. Қандай әріп? Т әрпі? Жоқ. Т әрпі жоқ. Келесі. Түрі басқа тамаша дейді. Ешбір жанға қосылмас, жүреді өзі оңаша екен. Оңаша жүреді өзі. Қасқыр аю жолбарыс ортаға алып қамаса, бірге бата алмайды екен. Қандай әріп айтасың? Қ? Қ әрпі жоқ. Мүмкіндік дейді, ал, бір әріпті ашу мүмкіндігі бар. Қайсысын әріп? Келесі қандай әріп? Сөзін білем. Сөзін білем? Екі әріпті жерде. Әріпті екі. Ал, сөзін айтасың ба? Айта ғой. Кірпі. Кірпі, дұрыс. Кірпі екен. Дұрыс шештіңдер. Ойынына қатысып, бүгін біздің финалға шығып, сол финалды жеңіп алған біздің
Адина жеңіскер болды, иә? Енді марапаттау. Біздің осы ойынымызға қатысып, бізбен бірге атсалысқаның үшін міне мынандай сыйлығымыз бар саған. Рахмет көп-көп. Сонымен қатар финал ойынына қатысқан екеуің ғой. Тұрыңдар. Финал ойынына қатысып, бізбен бірге болып, осы жұмбақтарды, ертегілерді бәрін тауып жатқандарың үшін сендерге көп-көп рахмет. Келесі ойынымызға да осылай қатысып, бізбен бірге болады деген ойдамыз, е? Кітап оқыңдар, кітапханамызға келіп, кітаптарды алып, кітапты көп оқыған адам өстіп, ойындарға қатысып, шешуін тез табады деген ойдамыз. Рахмет сендерге.